Сәлем құрметті трейдерлар. Менің каналымда осы күнге дейін екі ғана видео жүктелген. Қазіргі тұрғаны. Соның екеуі де осы MetaTrader 5 платформасына арналған. Жаңа новичоктарға деп, білмейтін кісілерге деп жазған едім. Осы біреуі мобильный версиясы туралы, MT5-ның біреуі десктопный настольный версиясы, компьютерде, ноутбукта қалай қолдану керек туралы. Енді новичоктарға жазғандықтан бәрін енді шама келгенше подробно айтуға тырысқан, бірақ стоп-лосс тейк профитті қалай қою керек екенін айтпай ұмытып кеткен екенмін. Соны бір көрермен сол туралы айтасыз ба деп жазған екен. Сол кісінің сұрағы бойынша осы видеоны жазғалы жатырмын. Кішігірім ғана. Мысалы, мынау біздің қазіргі ашық тұрған графигіміз, алтынның графигі жоғары жағында. Соны енді бір сделка ашып көрейік. Сделка ашу үшін енді мына байды басайық. Жоғары кетеді деген оймен, например. Болмаса енді төмен басқысы келген адам мынаны басады деген сияқты. Так, енді бір байға ашамыз. Жоғарыға қарай сатып аламыз. Бір позиция ашылды. Енді стоп-лосс тейк профит осы графиктен, прямо графиктен қоюыңызға болады. Болмаса мына торговля деген жерден қоюға болады. Ашық тұр ғой қазір міне. Мына чарты дегеннен, графиктің өзінен. Мына тұрған сызық, бай деп тұрған уровеньді көрсетіп тұрған сызық. Осы сызықтың үстінен бетіп бассаңыз, мына астына шықты. Take profit, stop-loss деп. Осыларды басасыз, мысалы, шығып тұр, мысалы, take profitті бастым. Кез келген жерінен шығу мүмкін. Мына енді төменнен шықпау керек. Take profit жоғарыда болады, бай болғаннан кейін, ол түсінікті шығар. Енді осыны қозғайсыз. Жоғары керекті жеріне, мысалы, мына максимумда обновлять еткеннен кейін, мына максимумда обновлять еткеннен кейін, жаңағы ликвидность тұрған жерді обычно обновлять етеді ғой. Так, сол жерге қойдық дейік. Апарып қоясыз, соның кейін стопты басасыз. SL деген, мені. Астында стоп-лосс деп жазылып тұр. Соны бассаңыз, мына жерден пайда болды. Соны өзіңіз мына жерге керекті жер мында қойдық дейік. Қозғалдық, бүйтіп басып тұрып, ары бері жылжытсаңыз, қозғалады. Соның кейін мына стрелканы басасыз. Міне, мына жерде стрелка көрініп тұр, астыңғы жағында. Осыны бассаңыз, мына жерде бәрі жазылып шығып тұр, дайын. Мынау стоп-лосс, мынау take profit. Астында изменить деп тұр, ең астыңғы жағында. Мына жерде изменить дегені бар. Соны бастыңыз, болды, міне, выполнен дейді. Готово. Мына торговляға кіресіз. Мына ашық тұрған позицияңызды, мынаның үстін бір бассаңыз, мына астына жазылып шықты. Мына стоп-лоссыңыз тұр, мына take profitіңіз тұр. Осы бір варианты. Енді бұны жауып тастайық. Жабу үшін бұны бүйтіп басып ұстап тұрсаңыз, закрыть деп шығады, закрыть позицию. Субботтен жаба салдық. Так, енді екінші варианты, тағы да бір бай ашайық, мысал үшін. Екінші варианты, жаңағы графиктегі қоятыны. Так, жаңағына толықтырып кетейін, мысал үшін. Так, бай емес, мынаны жаба тұрайық. Селді о жағында анықтап айта кетейін, енді білмейтін кісілер болуы мүмкін. Мынаны жауып тастайық. Так, селді басайық енді. Төмен қарай кетеді баға деп ойласаңыз, мысал үшін. Селді басасыз жоғары жақтағы. Ол продажа деген сөз, короткая позиция дейді, шорт деген. Жаңағы қысқа позиция. Селді бастық, мына ашылды. Енді бұнда жаңағы сияқты істейсіз, мына тұрған сызықтың үстін басасыз. Мына астынан шықты, стоп-лосс take profit деп. Мысалы, стоп-лоссты басасыз. Сел болғаннан кейін стопыңыз сізге противоположный жаққа кетіп қалған жағдайда минусқа кетіп баратса деген сияқты жабыласасын десеңіз, мына жерге қоясыз. Take profitіңіз, мысал үшін, мына жерге келгенде, мына уровеньге келгенде
жабылсын дейсіз да, жаңағындай стрелканы басасыз, изменитті басасыз, дайын қойылды. Мынаны бассаңыз, міне жазылып тұр бәрі: стоп-лосс, take profit. Так, енді бұны жаба салайық. Так, енді бұл графиктен қоюдың варианты. Екіншісі мына торговля деп тұр ғой астында. Так, мынаны қозғап тастайын. Мына жерде торговля деп тұр. Сол арқылы қоясыз. Так, мысалы бір позиция аштыңыз дейік. Торговляны басасыз. Соның кейін мына жазылып тұрғанның үстіне бір түртсеңіз, осы ашық тұрған позицияңызға бір бассаңыз, стоп-лосс, take profit жоқ қой. Бір басқанда, мысалы, басып көбірек ұстап тұрасыз. Секунд, 1 секунд па, жарты секунд па. Сонда мына жерде так, изменить позицию деп тұр. Енді мұналардың бәрі өткенде айтылған, жаңа закрыть, move order chart дегендер. Изменить дегені бар. Осы изменитті басасыз, мына екінші тұрғаны. Соны бассаңыз, мына жерде шығады, міне стоп-лосс, take profit деп бәрі. Мына SL, стоп-лосс, TP, take profit. Осыған жазасыз, мына плюсті бассаңыз, ближайший баға шығады. Мысалы, біздікі байда тұрғаннан кейін 31.09 деп тұр. Ближайший баға шықты, біз 31.09.52 мен ашқан екенбіз. 31.06 дейік мысал үшін. Take profitті қайтадан плюсқа басасыз жанындағы. Так, 3109 мен ашыппыз. 3119 болсын дейік мысал үшін. Изменить ету үшін қасына любой жерден түртсеңіз, бүйтіп крестикпен өшіресіз да. Қайтадан жазасыз 19.527 дейік мысал үшін. Одан кейін изменить дегенді басасыз. Дайын қойылды деген сөз. Мынаны енді бір түртіп қойсаңыз, мына жерде көрініп тұр. Ашылды. Стоп-лоссымыз бар, take profitіміз бар, бәрі тұр. Енді графикке шығып көрейік. Тұр ма екен? Міне тұр. Стоп-лоссымыз астында. Байға кіргеннен кейін take profitіміз үстінде. Осылай қоясыз. Екі түрі бар. Енді сұрағының екінші жартысын түсінбедім. Ол кісінің неше минутта немесе сағатта қалай қоюға болады дейді. Неше минут сағат дегенді түсінбедім, шынын айтса. Take profit, стоп-лосс дегені сағатқа, минутқа қандай таймфреймге қатысы жоқ оның. Мысалы, сіз 15 минуттық графикте тұрып, мысалы үшін өзіңіз анализировать еттіңіз. Осында келеді, осында жабылсын, бұлай кетсе стоппен жабылсын деген сияқты. Мысалы үшін жоғары барса текпен осы жерге келеді, ау деп өзіңіз болжаған жеріңізге қоясыз ғой. 15 минуттық болсын, мысалы қазір 15-те тұр. Болмаса, мысалы 1 сағаттық болсын, 1 сағаттықта болмаса 5 минуттықта болсын. Любой графикпен, өзіңіз қай графикпен жұмыс істейсіз, сол графикпен анализировать етесіз да, take profit, стоп-лосс қоя бересіз қалаған жеріңізге. Ол уақытқа бұлардың ешқандай қатысы жоқ. Стоп пен тейктің. Осы қысқа ғана видео болды. Айтайын дегенім осы. Жаңа кісінің сұрауы бойынша жазып жатқан видео. Басқа да жаңадан бастап жатқан трейдерлар болса, осындай қарапайым нелерді. Енді әркім бірте-бірте үйренеді ғой. Мысалы, жаңадан трейдингпен танысып жатқан адам ондай қарапайым заттарды білмеуі мүмкін. Ода тұрған ештеңе жоқ. Бәріміз кезінде жаңадан бастағанбыз. Енді осы видео аздаған жаңадан бастап жатқан кісілерге пайдасы тиіп жатса, нұр үстіне нұр болады. Жақсы, бәріңізге сәттілік. Сделкаларыңыздың бәрі плюспен жабылсын, стоптарыңыз аз болсын, табыстарыңыз мол болсын. Рахмет.